Микрофондарымызды өшіріп қояйық, өтініш. Мгм. Қайырлы кеш, қайырлы кеш. Бір таныстырып өтейік, әдеттегідей. Уақытымыз толды. Вебинарымызды бастай берейік. Бүгінгі школамызды, мектеп. Менің есімім Мақсат Ахметбек. Мен өзім негізі Қарағанды облысы тумасымын. Қазіргі таңда Астана қаласындамын. Өзім мамандық бойынша мен қаржыгермін. Сол өзімнің мамандығым бойынша банк саласында біраз уақыт жұмыс істедім, қызмет атқардым. Кейіннен жеке бизнеспен айналыстым, кәсіпкерлікпен шұғылдандым. Одан кейін соңғы осы 4-5 жылда тек қана осы желілік бизнес, сетевой бизнеспен айналысамын. Өзім одан бөлек инфопродюсер мамандығын игердім, нутрициологпын, және сетевой бизнес маманымын, құрметті партнерлар. Қазіргі таңда Dandelion компаниясының серіктесімін. Сондықтан да барлықтарыңызға қайырлы кеш тілеймін. Инстаграм әлемі, тикток әлемі, зум әлемі барлықтарыңызға қайырлы кеш болсын. Менің ақпарат беруші спонсорым бұл Шыңғыс Далханов, директор статусындағы Астана қаласынан. Бір жоғарғы спонсорым бұл Роза Балабиева, супер директор статусында Астана қаласынан. Және ең жоғарғы менің лидерім, сіздерге кең танымал компаниямыздың номер 1 чегі, жаңағы компаниямыздың бастамасы болған мықты лидер, бұл Марал Тажикенова, амбассадор статусындағы Астана қаласынан мықты лидерім. Осындай мықты спонсорлық линиям бар. Енді әдеттегідей, құрметті партнерлар, біз кешкі 7-де Астана уақытымен біз не істейміз, осындай вебинар зумдарымызды өткізіп отырамыз. Бүгінгі енді біздің тақырыбымыз бұл мектеп, оқыту мектебі, школа обучения дейміз ғой. Яғни біз Dandelion компаниясында маркетинг, продукция туралы ақпаратты кеңінен аламыз. Енді жалпы біздің бизнесті қалай құрауымыз керек, бизнесті адамдарды қалай шақырамыз, бизнесімізді қалай дөңгелетеміз деген сияқты тақырыптарда белгілі бір ақпарат, білім, тәжірибе алмасақ, әрине кейбір нәрселер кішкене қиынға соғып жатады. Сол себепті, құрметті партнерлар, сетевой бизнеста, желілік бизнестағы өте маңызды бір қағида, бұл орысша айтқанда привычки ключевого человека дейді. Раушан. Ардақ ханым, микрофоныңызды өшіріп қойыңызшы. Негізгі тұлға, әдеттері дейді. Привычки ключевого человека. Енді менің жалпы зумдарымды, жалпы оқыту мектептерін қарап отырсаңыздар, біз осы әдеттер туралы мен көп әңгіме айтамын. Неге? Өйткені бұл әдеттер негізі көп, бір 10-нан астам әдет бар, жаңағыдай. Маркетингті түсіндіре білу, продукцияны түсіндіре білу, адамдарды бизнесқа шақыра білу деген сияқты тақырыптарға байланысты менің көптеген мектептерім, школа дейміз, оқытуларым болып өтті. Әлі де болады. Әлі де қайталаймыз, әлі де жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз енді бұл, естеріңізде болса, осы сейсенбі күні, вторник күні осы школаның орыс тілінде өткіздім. Перекрещивание деген не екенін түсіну үшін сол тақырыпты қозғаған болатын. Бүгін тура сол тақырыпты қазақша, қазақ тілді аудиторияға жеткізбекшімін. Негізінде перекрещивание деген ұғымды шын мәнісінде түсініп ұғып алғанымыз дұрыс. Неге? Өйткені енді өздеріңіз білесіздер, біздің Dandelion компаниясы осы желілік бизнеста бастап кеткеніне көп уақыт болған жоқ, 7 айдың төңірегінде. Көп емес бұл. Соған қарамастан біздің компаниямыздың жаңа өнімдері, білесіздер, өнімдері, маркетинг планы, системасы, лидерлары, нағыз 4 негізгі көрсеткіш бәрі орнында,
дұрыс жұмыс істегеннен кейін не болды? Бәрі орнықты болғаннан кейін біздің компаниямыз осындай қысқа мерзім, 7 ай деген бір қысқа мерзімнің ішінде не істеді? Өте үлкен көрсеткіштерге қол жеткізіп отыр, иә. Қазіргі таңда, қысқаша айта кететін болсақ, 50 мың партнер бар тіркелген. Қазіргі таңда Қырғызстан, жаңа Ресей Федерациясы ашылды, иә, ресми түрде. Украина елі, біздің Қазақстан түгелдей, иә, қамтамасыз етіліп жатыр. Алла амандығын берсе, жақын арада сол Өзбекстан елі де көрші мемлекетіміз, бауырлас ел, олар да қосылып, иә, үлкен ауқымды масштабты бизнесқа, халықаралық, глобальный дейміз ғой, халықаралық бизнесқа айналып жатыр. Байқасаңыздар, 7 ай, тағы да қайталаймын, 7 ай деген қысқа мерзімнің ішінде біздің компания өте үлкен нәтижелерге жетіп жатыр. Соның біріншісі әрине бұл өнімдердің өте сапалы болуы, керемет нәтиже бергені, иә, өте маңызды. Енді жаңа айтып кеттім ғой, 50 мыңға жуық бізде қазір партнер бар, тіркелген серіктес бар. Енді біздің компаниямыз қарқынды даму үстінде болғаннан кейін көптеген адамдар тіркеліп, нәтиже алып, одан бөлек біздің маркетинг жоспарымыздың өте тиімді болғаны, қолжетімді болуы не істейді? Партнерларымызға, лидерларға, топ лидерларға жақсы чектер, төлемдер беріп жатыр, иә. Компания өсуде, сіздердің бизнестарыңыз, барлықтарымыздың бизнестеріміз өсуде, қарқынды дамуда және өсуде, иә. Енді бұл көрдіңіздер ме, желілік бизнес, бұл мен әрдайым айтамын, бұл өнімдерді сату бизнес емес, не істейміз? Қарым қатынас құру, команда құра білу, адамдармен тіл табысу бизнесі. Бұл өте маңызды. Сол себептен, құрметті партнерлар, сол себептен қашанда бизнес құрған кезде, қазір енді біздің компаниямыз өте тез дамып жатыр ғой. 50 мың партнер деген қысқа мерзімде біздің Қазақстанда ешқай компания бұндай үлкен, қарқынды, ауқымды масштабқа жеткен емес. Бұл өте үлкен бір көрсеткіш. Енді бұнымен қатар, құрметті партнерлар, лидерлік бір даму болмаса, лидерлік оқу, дамыту, білімді толықтыру деген сияқты мектептер, школа болмаса, біз әрдайым тұлғалық даму үстінде болмаса, білімімізді, тәжірибемізді, жан-жағымызды толықтырып отырмасақ, біздің бизнесіміздің белгілі бір деңгейге шектеліп қалуы әбден ықтимал, ол болады. Сол себептен әрдайым даму үстінде болуымыз керек. Енді өте маңыздысы, сол үшін лидер болу үшін, жаңа бұл бизнесті шынайы дөңгелетіп жүргізе білу үшін сіздің әдеттеріңіз, бізде енді қазақта әдемі сөз бар ғой, жақсы сөз жарым ырыс, сөзіңіз әрекетке ұласса, әрекетіңіз әдетке айналса, өміріңіз өзгереді дейді. Сондықтан да кез келген бизнесті де, құрметті партнерлар, адам баласы құрайды. Адамның әрекетімен, қабылдаған шешімімен, айтқан сөзімен оның бәрі дамиды, Енді осы бизнесті дамыту үшін өте керекті бізге бір әдеттер керек. Привычки, әдеттер. Осы әдеттерді қалыптастырмасақ, біздің бизнесіміздің әрі қарай дамуы, дөңгелеуі, үлкен табыстарға жетуіміз, екіталай, құрметті партнерлар. Неге? Өйткені бір деңгейге келеміз, біліміміз жетпей қалады. Бір деңгейге келеміз, тәжірибеміз жетпей қалады. Бір деңгейге келеміз, сөйлеу қабілетіміз жетпей қалады. Бір деңгейге келеміз, ақпаратымыз аз болып қалады. Мысалы, өнім туралы ақпарат, маркетинг туралы ақпарат, мысалы, табыс табу туралы ақпарат. Одан кейін сіздің командаңызға адамдар тіркеледі ғой. Тіркелгеннен кейін не болады? Ол адамдар да сіз сияқты не істейді? Білім алуға, бизнесін дөңгелетуге, тәжірибесін арттыруға ол кісілерге де білім керек. Оқыту керек ол кісілерді. Мектеп керек.
Оны дамыту үшін осындай бір жүйелі түрде әрі қарай жалғастыру керек, иә. Енді құрметті партнерлар, бүгінгі біздің тақырыбымыз, енді бұны қазақшаға аудармай қояйық, бұны перекрещивание деп атайды. Перекрещивание. Бұл не деген сөз? Жалпы бұл не үшін керек? Біздің мына сейсенбі күні өткен орысша мектебімізде тыңдаған болсаңыздар, бүгін де тыңдасаңыздар артық етпейді ешқандай. Қараңыздар, мысалы бір елестетіңіз, сіз жақсы дамып келе жатсыз, жақсы статус жаптыңыз, иә, мысалы біздің компанияда сіздің мына командаңыз өсіп келе жатыр, олар өніп келе, жақсы чекке шығып жатыр, иә, әркім өзінің командасын құрып жатыр, иә. Сіз не істейсіз? Демеу көрсетесіз, қолдайсыз, жаңағыдай оқытасыз, үйретесіз. Ол дұрыс, өте орынды. Енді мына перекрещивание деген нәрсе, енді былай жалпақ тілмен айтқанда, қарапайым тілмен айтқанда, мына қазір мен презентацияны қосайыншы, ақыры бастадық, иә. Қазір слайдымды қосайын. Енді слайдымыз кішкене орысша, бәріміз түсінеміз деп ойлаймыз. Перекрещивание дегеніміз не? Яғни қарапайым жалпақ тілмен айтқанда, перекрещивание, құрметті партнерлар, бұл сіз бизнес барысында бизнесіңізге зиян әкелетін, зиян тигізетін кейбір әрекеттер бар. Бұл өсек тасу, біреуді жамандау, өсектеу, жала жабу, басқа адамдар туралы жаман ойлау сияқты осындай бір жағымсыз әрекеттер бар. Бұның бәрі сіздің бизнесіңіздің тоқтауына, құлдырауына, тарқауына дейін алып келуі мүмкін. Бұны сетевой бизнес, сетевой маркетинг тілімен перекрещивание. Нақтырақ айтқанда, неведение перекрестных линий дейді. Енді жалпақ тілмен қалай айтуға болады енді? Шыны керек, қазақша оны қолданбаппыз. Кейбір расында да терминдерді қазақша қолданбаған дұрыс, мағынасы мүлдем күрт өзгеріп кетеді. Енді нақтырақ түсінуге тырысайық. Жалпы қандай перекрещивание түрлеріне келейікші бірінші. Біріншіден қараңыздар, бұл самим собой дейді. Яғни өз-өзіңізбен перекрещивание жасау туралы өте мұқият болайықшы, бұл өте кең тараған түрі. Ол қалай? Мысал түрінде айтайын, жетімді болу үшін, түсінікті болу үшін. Мысалы, сіздің жаңағы спонсорыңыз, наставнигіңіз, лидеріңіз айтты: Мақсат, сен молодецсің, сен қолыңнан келеді, бәрі күшті. Давай, сен, мысалы, алдымызда Шымкентте 14 апрель күні не болады? Событие болады, иә, Шымкент қаласында. Соған дейін давай, сен директор статусын жап. Қазір сен мастерсің, директор статусын жауып бар, деп сізге мотивация береді, күш қуат береді, демеу жасайды. Не болды? Сіз дейсіз: ой, мен қайдан жабам ол директорды? Директор жабу қайда, мен қайда? Мен қолымнан келмейді ғой, ондай нәрсе, мен білімім жоқ қой. Мен ондай істей алмаймын ғой, мен сен сияқты бүйтіп жақсы сөз айта алмаймын ғой, бүйтіп тақтаға шығып, күшті қылып маркетингті, күшті қылып продукцияны түсіндіріп айта алмаймын ғой. Мен орысша білмеймін, біреу айтады мен қазақша білмеймін дейді. Жоға, мен сетевойды білмеймін, мен дәрігер емеспін. Не? Яғни, ұзын сөздің қысқасы, қашан сіз өзіңізді құнсыздандырып, обесценивание дейміз ғой, құнсыздандырып, өз-өзіңізді не істейсіз? Қарапайым тілмен айтқанда, өзіңізді құнсыздандырып, өзіңізді жамандай берсеңіз, бұл перекрещивание самим собой, өз-өзіңізбен перекрещивание жасау деген сөз. Бұл енді жаңағы сетевой маркетинг тілімен, енді психология тілімен это обесценивание, низкая самооценка, төмен өз-өзіңізге баға беру, Енді бұның бәрі не істейді, құрметті партнер? Бұның бәрі біріншіден сіздің психологияңызды құлдыратады. Сіз өзіңізге өте төмен баға бере бастайсыз, құнсыздандыра бересіз. Ал енді психологияда білеміз, өз-өзін құнсынды, яғни психологияда мынандай тәртіп бар да, сіз өзіңізге қалай
қарым қатынас құрасыз өз өзіңізбен, иә, ішкі дүниеңізбен. Маңайыңыздағы адамдар да сізге тура солай қарым қатынаста құрайды. Неге? Өйткені сіздің ішкі состояниеңіз бен сырттағы адамдарды өзіңізге солай тартып аласыз. Яғни, егер де маңайыңыздағы адамдар сізді құнсыздандыра берсе, демек, сіз өз өзіңізді құнсыздандыра бересіз деген сөз. Сіз өзіңіздің ішкі дүниеңізге қалай қарым қатынас құрсаңыз, сырттағы адамдар да тура солай әрекет жасайды. Көрдіңіздер ме? Ал бизнесті қалай жасайды? Бизнесқа қалай әкеледі? Өйткені өз өзіңізбен перекрещивание жасасаңыз, сіздің бір шешім қабылдауға, әрекет жасауға, иә, былай өз өзіңізді мотивация беруге, иә, кішкене жігерленуге не істейді? Сізде күш қуат пайда болмайды. Неге? Өйткені сіз өз өзіңізді, жоға мен білмеймін, жоға мен істей алмаймын, бұл менікі емес деп әрдайым өз өзіңізді құнсыздандыра берсеңіз, не болады? Сіздің әрі қарай әрекет етуге ешқандай құлшынысыңыз, энергияңыз, талпынысыңыз, жігеріңіз болмайды. Бұл сіздің бизнес жасауыңызға өте үлкен кедергі жасайды. Енді ойлаңызшы, сіз офиске келесіз, көңіл күйіңіз жоқ, анаған қарайсыз, ой, ана советник жақты күшті айтады, анау бүйтіп жатыр, ананың командасы мынандай, мынаның спонсоры. Өз өзіңізді құнсыздандыра бересіз да, не істейсіз? Өз өзіңізбен перекрещивание жасай бересіз. Бұл ешқашанда ешқандай жақсылыққа апармайды. Энергияңыз таусылып, көңіл күйіңіз нашарлап, әр қашанда не істей бересіз? Көңілсіз жүре бересіз. Бұл сізді ешқашанда жақсы табыстарға, белестерге, биіктіктерге апармайды. Ол сіздің ішкі состояниеңіз ертең партнерларыңызға беріледі. Көрдіңіз бе? Міне, осыны, құрметті партнерлар, не дейміз? Өз өзіңізбен перекрещивание жасау. Міне, бұл сетевой маркетинг тілімен айтқан кезде осылай дейді. Ешқашанда өзіңіз туралы жаман сөз айтпайсыз, жаман ойламайсыз, өзіңізге демотивация жасамайсыз. Бәрі жақсы болады, қолымнан келеді, қол жеткіземін, барам, мен де бай болам, мен де бай қуатты болам, мен де мықты лидер болам деп әрдайым өз өзіңізді жігерлендіре беруіңіз қажет. Вот. Екіншісі, бұл да енді кең тараған бір түрі, бұл не болмаса әйеліңізбен, не болмаса күйеуіңізбен, не болмаса үйіңізде жүрген жақын туыстарыңызбен перекрещивание жасау. Ол қалай? Бұл әсіресе сіздің бизнесқа тікелей қатысы жоқ, бірақ сізге жақын адамдар, әйеліңіз, жаңа әке-шешеңіз, бәлкім жаңа бауырыңыз, яғни жақын араласып бірге жүрген адамдарыңыз, туысқандарыңыз, иә. Бірақ олардың тікелей бизнесқа қатысы жоқ. Бұл кісілермен қалай перекрещивание жасайсыз? Бұл енді бұның ең тікелей әсер ететін әрине жолдасыңызбен, иә, не күйеуіңізбен, не әйеліңізбен. Өйткені бұл адам тікелей сізге қатты әсер ететін кісілер да. Енді қараңыз, бұл қалай болады? Мысалы, сіз күндіз бойы жұмыс істедіңіз, там презентация өткіздіңіз, адамдарды шақырдыңыз, содан кейін не істейсіз? Кешке үйге барасыз, тамақ ішесіз, иә, отырасыз. Мысалы, не болмаса, жаңа үйге бардыңыз, жолдасыңыз жұмыстан келді, бірге отырдыңыз, тамақ іштіңіз, иә, әңгімелестіңіз. Сол кезде не істейді? Жаңа қатысы жоқ адамдар, тікелей қатысы жоқ адамдар, сізге бірақ жақын адамдар не істейді? Сіздің бизнесіңізді не істеуі мүмкін? Құнсыздандыруы мүмкін. Ей, қойшы, осы сетевоймен айналысып жүрсің, құр бос шаруа, керек емес дүние, не істеп жүрсің, немен айналысып жүрсің деп не істейді? Жан жақтағы адамдарыңыз сіздің бұл әрекетіңізге құнсыздандырып, иә, сізге манипуляция жасайды. Егер сіз, міне, бұл жерде өте маңызды сіздің реакцияңыз. Егер сіз ол адамға қарсы шығып, жоқ, сетевой ол жақсы, осылай деп, оны дәлелдеуге тырысып, ақталып, онымен дауласып, оның арты дауға барып, одан ренжісіп жатсаңыз, бұны жақын адамдарыңызбен, әсіресе күйеуіңіз не әйеліңізбен перекрещивание жасау дейді. Яғни негатив ұстадыңыз. Ал енді қараңыз, қашанда бір нәрсені дәлелдеп ақталып жатқан адам психологиялық тұрғыда
кінәлі сезінетін адам өзін, кінәлі сезінетін адам. Сондықтан да, құрметті партнерлар, сіздің бизнесіңіз жайлы, сізге бизнесіңізге тікелей қатысы жоқ адамдармен дауға кіріп, дауласып, оларға бірдеңе дәлелдеп, иә, бұндай негатив ұстамауға тырысыңыз, керек жоқ. Ол энергияңызды жұмсап, көңіл күйіңізді түсіріп, қажет не? Естеріңізде болсын, тағы да қайталаймын. Дауласып, бір нәрсені дәлелдеуге тырысқан адам әрдайым позиция слабых дейді, әлсіз позициясынан жақындап тұр да бұл жерге. Сондықтан да бұл маркетинг, яғни сетевой маркетингте бұны перекрещивание дейді. Яғни сіз не істедіңіз? Вот соны не болды? Мысалы, күйеуіңізбен бардыңыз да дауластыңыз. Күйеуіңіз құнсыздандырды, сіз оны обратно дауластыңыз, ұрыстыңыз, кішкене ренжісіп қалдыңыз, иә, сөзге келіп қалдыңыз. Не болды? Ертең сіз жұмысқа, жаңағы бизнесқа келген кезде бір керемет настроениеңізбен келесіз бе? Жоқ. Сіз настроениеңіз сол жақта қалды. Күйеуіңізбен әлі басыңызда не істеп жатсыз? Дауласып жатсыз, ұрысып жатсыз. Негатив ұстап алдыңыз. Ал енді представьте, сырттан адамдар келіп, ой, сетевой былай, дандалай мындай екен, сенің партнерың мындай екен деп не істейді? Неше түрлі жағымсыз ақпарат беруі мүмкін. Сіз егер оған құлақ асып, онымен дауласып, сондай негативке кетіп жатсаңыз, бұның бәрі перекрещивание дейді. Перекрещивание с мужем или женой, күйеуіңізбен, не әйеліңізбен, не жақын адамыңызбен, не? Ешқашанда бұндай дауға кірмеңіз, қажеті жоқ. Дауласқан адам ешқашан ұтпайды. Естеріңізде болсын. Ешқашан ұтпайды. Тек қана, так, мына жерде не деп жатырмын тиктокта? Ой, мына тикток өз өмірімен тұрып жатыр екен, жарайды. Енді келесі бұл партнеріңізбен перекрещивание жасау. Партнеріңізбен. Ол қалай? Мысалы, сіз партнеріңізді, мысалы, осы алдымыздағы сенбі күні не болады? Қалалық презентация, үлкен қалалық презентация болады, иә? Сіз не істедіңіз? Сіз шақырдыңыз. Мысалы, ой, кел, андай, мындай. Не болды? Ол партнеріңіз келген жоқ, мысалы, иә? Жаңағы презентацияға. Келісілген нәрсені істемеді. Подводить етті, сізді ұятқа қалдырды, анау, мынау. Не болды? Сіз ол партнеріңіз туралы жаман ойлай бастадыңыз. Қойшы, ол келмейді. Қойшы, ол істемейді. Ол вечно сондай, ол жалқау, ол анау, ол мынау. Не істедік? Перекрещивание жасадық. Негатив ұстап алдық. Көрдіңіз бе? Одан бөлек не болады? Мысалы, сетевой маркетингта мынандай алтын ереже бар. Мысалы, бір негатив, бір жағдай естідіңіз. Негативтік бір ситуация болды. Не болды? Егер сіз ол негативті астыға, яғни сізден төмен тұрған партнерларыңызға жеткізіп түсірсеңіз, бұл перекрещивание. Ешқашанда, құрметті партнерлар, әдетке айналдырыңыздар, ешқашанда негативті астыға түсірмейсіз. Негатив тек қана үстіге кету керек. Ол қалай? Мысалы, и то ол спонсорыңызға звондап, ой, мынандай болып жатыр екен ғой, неге ол олай, неге сайт істемей жатыр, бүйттім, бонусым түспей жатыр, не сұмдық, мынау ұят қой, емес. Бұл да перекрещивание болады. Яғни негатив жасау. Негатив туындау. Бұның бәрі перекрещивание. Ал енді ойлаңызшы, сізден төмен тұрған партнерларыңызға негатив. Бір жерден бірдеңе естіп қалдыңыз, негативтік бір хабар естідіңіз, бар астыға, оказывается, сен білесің ба, былай екен, бүйтеді екен, былай болады екен, дедіңіз да астыға жібердіңіз. Не болды? Ол адам айнып қалуы мүмкін, компания туралы жаман ойлап қалуы мүмкін, дұрыс түсінбеуі мүмкін, сізді құнсыздандырып жіберуі мүмкін. Не болды? Сіз перекрещивание жасадыңыз сол адаммен, партнеріңізбен, иә? Вот. Одан бөлек перекрещивание со спонсором деген бар. Өзіңіздің демеушіңізбен, спонсорыңызбен перекрещивание жасау.
тағы да ол ұрысу, өсек тасу, жала жабу, айғайласу, иә, бұның бәрі перекрещивание со спонсором. енді оны қалай түсінеміз? Біріншіден, қараңыз, мысалы сіздің спонсорыңыз жаңа бір қолайсыз бір жағдай туындап қалды, сіз алдыңыз да спонсорыңызға звондадыңыз, мынау не сұмдық, мынау неге болмайды, былай болу керек қой, бізде мысалы сондай сөз бар, иә, болу керек қой солай деген әңгіме бар да. Иә, болу керек, бірақ болмай тұрса оған да бір себеп бар деген сөз. Болу керек қой, мынау неге олай емес, былай бүйту керек қой, бүйту керек қой, сөйту керек қой дейміз да, спонсорымызға аузымызға келген айта береміз. Бұл перекрещивание. Не болмаса, сіздің спонсорыңыз бір нәрсе тапсырды ма, бір нәрсеге кел деді ма, бір нәрсе жаса деді ма, бүйтейік сөйтейік деп бір нәрсеге келістіңіз ба, егер соны істемесеңіз, ұятқа қалдырып жатсаңыз, иә, бұл да сіздің спонсорыңызбен перекрещивание деген сөз. Неге? Өйткені сіз спонсорыңыз сіздің демеушісіңіз, сізге жақсылық тілейді, сізге көмектескісі келеді, сіз оны барасыз да не істейсіз? Ұятқа қалдырасыз, істемейсіз. Не болады? Сіздің спонсорыңыз сіз туралы жаман ойлап қалуы мүмкін, бірақ енді ол мықты лидер болса, әрине оны істемеуге тырысады. Өйткені оны ол істесе не істейді? Өзінің партнерімен перекрещивание жасаған болады. Ал сіз өзіңіз спонсорыңызбен не істейсіз? Ойбай, бүйтіп еді, ана істеген жоқпын, бүйтіп қашпақтай бастайсыз, бетіне қарауға ұяласыз, не істейсіз? Соның бәрі не болады? Сөйтіп бірте-бірте араңыздың суып кетуіне, иә, ренішсуге, оның бәрі бизнесті құртады, құрметті партнерлар. Қазір енді болып жатыр ғой, естіп көріп жатырмыз, иә, спонсорын ауыстырып жатқан кісілер, анаған жалып жазған, заявление жазып жатқан адамдар бір-бірімен не істеп жатыр? Перекрещивание жасап жатыр. Өкінішке орай. Спонсорына жалобы жасаған адам ешқашанда лидер бола алмайды. Қандай статус болса да, қандай табыста болса да. Өйткені Алланың жазып нәсіп еткен спонсоры қабылдай алмаған, онымен жұмыс істей алмаған адам не істейді? Ешқашанда лидер бола алмайды. Сондықтан да перекрещивание жасамаңыз спонсорыңызбен. Спонсорыңызбен тандемде болыңыз. Бірге жұмыс істеңіз, жоспар құрыңыз, иә. Қадам-қадам сол жоспарыңызды іске асырыңыз. Консультацияға барып тұрыңыз. Оның бәрі сіздің бизнесіңіздің әрі қарай дамуына, жылжуына, өсуіне тек қана оң әсер тигізеді. Енді одан бөлек перекрещивание с лидером деген бар, иә. Мысалы, не істеді? Кез келген адамның өзінің структурасы бар ғой. Соның ең жоғарғы лидері кім? Мысалы, топ. Мысалы, біреуінің, мысалы, топ лидері жаңағы супер директор, мысалы, Алмагүл Жапина болуы мүмкін. Не болмаса Айгүл Жүсіпбекова, тағы басқа лидерлар, иә, мысалы, топ лидерлар. Енді сол лидеріңізбен жұмыс жасауды үйреніңіз. Мен көп естіп көріп жатам офисте де. Ой, мой лидер не работает со мной, то все деп көрінген адамға өзінің лидерін жамандап жүреді. Өз спонсорын, лидерін жамандаған адам ешқашанда жақсылыққа бармайды ол. Расында да істемей жатса, көмектеспей жатса, жарайды, ештеңе етпейді. Өйткені бизнес сізден басталады. Ал егер сіздің бизнесіңіз жүргеніңізді өз спонсорыңыздан, өз лидеріңізден көріп, оған жала жауып, оған претензия айтып, иә, талап қойып жұмыс істесеңіз не болады? Перекрещивание болады. Бұл араңыздағы қарым-қатынастың суына, бизнестің бірте-бірте құлдырауына әкелетін өте қауіпті жағдай. Өте қауіпті жағдай. Бұған бармаңыздар, құрметті партнерлар. Өте маңызды, өте маңызды. Бармаңыздар онда.
Енді одан бөлек бұл да өте маңызды, соңғы десек те болады, перекрещивание с параллельными линиями. Мысалы, сетевой бизнесте өздеріңіз білесіздер, параллелька деген болады, иә? Яғни сіздің структураңыздағы емес, басқа структурадағы адамдар, иә? Иә, әрине бәріміз партнермыз, бәріміз жаңа бір жаңа компанияда жүрген серіктес, яғни бір мақсатпен жүрген адамдармыз, бірақ тағы да қайталап айтамын, бизнес өздеріңізден басталады. Сондықтан да параллельный линиядағы партнерлармен қандай да таныс, қандай да жақсы болсаңыздар, олармен отырып алып, әңгіме дүкен құрып, шай пай ішіп, ананы айтып, мынаны айта бергеннен ешқандай пайда жоқ, құрметті партнерлар. Өте мұқият болыңыздар. Неге? Өйткені сіздің әрбір әрекетіңіз, оның бір әрекеті, сөзі, айтқан ақпараты сізге зияны тиіп қалуы мүмкін. Ол қалай? Мысал келтірейін. Мысалы, мынандай бір елестетіңіздерші, сетевой бизнес емес, мысалы, традиционный бизнестен. Мысалы, сіздің бизнесіңіз бар, бухгалтерияңыз бар, иә, мысалы, бухгалтеріңіз бар. Енді сол бухгалтеріңізге сырттан бір адам келіп, сізге конкурент бір компанияның адамы, иә, мысалы, келіп айтса бухгалтеріңізге, айналайынның баласы, сендер не істеп жатсыңдар, товарообороттарың қандай, келесі айға жоспарларың қандай, анаған зарплата қанша төлеп жатсыңдар, налог төледіңдер ма, сату қалай жүріп жатыр, не істеп жатсыңдар деп сұрақтар қойса, не болса директорына қойса, сіздің жауабыңыз қандай болар еді? Айтасың, айналайын, шаруаң қанша сенің? Бұл біздің компаниямыздың ішкі өзінің шаруасы. Сенің оның біліп керек жоқ. Бұл бизнеста не дейді? Коммерческая тайна дейді. Құпия бұл. Неге? Өйткені бұл бизнестің ішкі құпиясы. Ол бизнесіңізді алдыңыздағы не қораптар дейді. Біз бұл Dandelion компаниясының өнімдері H2 премиум магний водород деп аталады. Бүгін сол біздің компаниямыздың школасын, мектебін өткізіп жатырмыз. Яғни не болады? Мысалы, солай сұрақ қойса, қанша ақша нетіп жатсыңдар, сендерге шаруаң қанша? Сіз ондайды айтпайсыз ғой. Тем более конкуренттеріңізге айтпайсыз. Ал енді параллельный линиядағы партнерлар енді сіздерге конкурент десек болады. Рас, конкурент, бәсекелес жаңағыдай нелер, иә, серіктестер. Өйткені араларыңызда бәсеке бар. Өйткені қараңыздар, ол кісі сізге ақпарат берсе, оның табысы артпайды, бизнесі одан да көп дөңгелемейді. Тура сол сияқты сіз де оған бір пайдалы ақпарат берсеңіз, өзіңіздің командаңыз жайлы, жоспарларыңыз жайлы, иә, сондай ақпарат берсеңіз, ешқандай пайда әкелмейді. Ол міндетті түрде не сізге, не оған бір зияны тиіп қалады. Қалай дейсіз ғой? Мысалы, офисте отырсыздар, бір шай іштіңіздер, әңгімелесіп, содан не болды? Делік мен параллельный линиядағы адамға сұрайын. Не болды, сендер советникті қашан жабайын деп жатсыңдар? Мысалы, директорды қашан жабасың? Менде бір 200 балл қалды, 200 баллдан кейін осы ертең жабатын шығармын деп жауап берді. Мысалы, не болды? Қандай результат болуы мүмкін? Мысалы, ол кісі қазір директор жапқаннан сіз не істеуіңіз бар? Бұғып қалуыңыз мүмкін. Ой, блин, аналар директор жауып жатыр, мен әлі советникте жапқан жоқпын, блин, қалай болады ол, анау мынау деп. Көрдіңіз ба? Сіз өзіңіз негатив ұстап қалуыңыз мүмкінсіз. Біреудің жақсылығынан, біреудің жетістігінен негатив ұстап қалуыңыз әбден мүмкін. Неге? Өйткені сөйлесіз, екеуміз бірге бастаған, вроде спонсорларымыз да бірдей сияқты, бірақ ол бірдей еңбек етіп жатыр, бірақ ол директорды тез жауып жатыр. Блин, мен жаба алмай жатырмын, менде, наверное, не получится деп, сонда жаман ойға келіп қалуыңыз мүмкін. Бұндайға жол бермеңіздер.
міне параллельный линиялар мен перекрещивание осылай болады. Яғни сіз не істедіңіз? Өзіңіздің бизнесіңізде болып атқан сырларын барып басқа біреуге айтып бердіңіз. Не болмаса ол келіп сізге айтып берді. Ол өкінішке орай, құрметті партнерлар, бәріміз адам баласымыз, бәріміз пендеміз, қателесеміз, иә? Қызғанышқа, көре алмаушылыққа, өсекке, иә, жала жабуға итермелеуі мүмкін. Сол үшін бұны болдыртпаңыз. Болдыртпаңыз. Бұл осы параллельный линиялар мен перекрещивание жасау арқылы болып кететін нәрсе. Ол мысалы тағы бір мысал келтірейін. Мысалы сіз делік отырып, жаңа параллельныйлармен әңгімелесіп отырсыз да, ол айтады: ты знаешь, менің спонсорым внутренний промоушен берді ғой маған. Егер мен қазір директор жапсам, осындай сыйлық береді маған, деп айтты, мысалы. Сол сіз ойлайсыз, блин, ананың спонсоры қандай керемет, осындай внутренний промоушен береді екен. Біздің спонсор болса, осы әлі түк не жасаған жоқ, не көмектеспейді, не промоушен бермейді, не қолдамайды, не қасымызда жоқ дейсіз да, не істейсіз? Негатив ұстап қалуыңыз әбден мүмкін. Өзіңіз спонсорыңыз туралы жаман ойлап қалуыңыз мүмкінсіз. Неге? Өйткені сіз салыстырдыңыз. Неге менің спонсорым солай жасамайды? Кейбіреулер одан да әрі барады. Не істейді? Звондайды спонсорына. Спонсор бәленшелер бүйтіп жатыр екен. Сен неге олай істемейсің? Неге бізде жоқ? Ұнамайды маған ол. Барып та өзінің спонсорымен не істеді? Перекрещивание жасады. Көрдіңіздер ме? Сондықтан да, құрметті партнерлар, параллельный линиялармен, серіктестермен, ой, бәріміз жақсымыз ғой, күштіміз ғой деп аттың басын жіберіп, перекрещиванияға жол бермеңіздер. Ол не деген сөз? Тағы да қайталаймын, басқа бір адамдарға, басқа серіктестерге, партнерларға не істейсіз? Жаман ойлауға, қызғаныш сезім тудыруға, көрелмаушылыққа итермелемеңіз. Өкінішке орай, бұның бәрі соған алып келіп соғады. Не болмаса, енді бұл кең тараған нәрсе ғой, бұл өсек айту. Өтірік айту, өсек айту. Жаңа параллельный линиялармен отырасыз да, сен білесің ба, Алматыдағы бәленше лидерді білесің ба, сол оказывается не жасапты, переподписка жасапты, терминацияға ұшады деп айтып жатыр. Бұл енді перекрещивание емей немене. Яғни ол сөзді айттыңыз не, айтпадыңыз не, сізге келер кетері не одан? Сізге қатысы қанша оның? Көрдіңіздер ме? Бұл өсек, жамандау, өсек айту, балағаттау, жала жабу, мысалы, өтірік айту, жалоба жасау, шағымдану, бұның бәрі перекрещиванияға алып келеді, құрметті партнерлар. Менің спонсорым жұмыс істемейді, мен не істеуім керек дейді өткенде бір кісі. Көрдіңіздер ме? Менің қатысым жоқ. Вообще параллельный линиядағы адам өзінің спонсорына маған шағымданып жатыр. Менің спонсорым бұлай. Яғни, жалғастырайық. Ойын бөлініп кетті ғой. Өсек деп жатсыз, мысалы, маған жаңа бір ойда жоқта бір партнер офисте келіп, менің спонсорым жұмыс істемейді, осылай бүйтеді, былай болды, біз ұрысып қалғанбыз, анау-мынау деп барып, не істейді? Параллельный линияңызға, өзіңіздің жаңағы кухняңызда, орысша айтқанда, кухняңызда болып жатқан бүкіл ұрыс керіс, жанжал, келіспеушілік, түсінбеушіліктердің бәрін жан жаққа жайып айта берсеңіз, бұның бәрі перекрещивание.
Ол адам сіздің анау спонсорыңызбен ұрысқанын білді не, білмеді не? Оның келері не, кетері не? Сіз не боласыз? Ол адамның алдында өз абыройыңызды жоғалтасыз. Ол адам не істейді? Мә, анаң спонсор бәлен екен ғой, қара істемейді екен ғой. Өз спонсорыңыз туралы жаман ойлап, оны өсектеп, жан жаққа жайып, жамандап жүрсіз. Негатив айтатын адам, жала жабатын адам, өсектейтін адам ешқашанда не өзіне, не спонсорына, не маңайына ешқандай пайдасы кетер адам емес. Ол адамнан ешқандай қайыр болмайды. Ол іс әрекетіңізде ешқандай қайыр жоқ. Ол сізді қоя беріңіз жан жағыңыз, сіз өзіңізге пайдаңыз жоқ. Ол не істейді? Өз бизнесіңізді құлдыратып жатырсыз. Көрдіңіздер ме? Мысалы қараңызшы, мынандай өмірден бір пример әкелейін. Мысалы, сізге бір туысыңыз келді да өзінің әкесін мен шешесін жамандап жатыр. Менің әкем сондай, менің шешем мынандай, мынаны берген жоқ, мынандай жағдай жасаған жоқ, мынау болған жоқ, мынау сол болған жоқ. Сіз жарайды тыңдайсыз да, жарайды сабыр қыл, әке шеше ой деп кішкене бір екі ақылыңды айтасың, кетесің. Не болды осы жерде? Әке шешесін жамандаған адам, ол 100% шындық болса да, қараңыз, шындық болса, сіз ол адам туралы ғайбат айттыңыз, жамандық айттыңыз, иә? Ал егер өтірік айтқан болсаңыз, жала жапқан болдыңыз. Ол екі есе жаман, да? Енді ойлаңыз, біз жамандық айтпаймыз. Вот шындықты айттыңыз, мысалы, жаман айттыңыз, шағымдандыңыз, вот әкем осындай, шешем осындай, бүйтті, сөйтті, бүйтпеді, сөйтпеді деп айттыңыз, шағымдандыңыз басқа бір адамға. Не болды? Ол адамның көзінде, құрметті партнерлар, сіздер абыройыңыз, деңгейіңіз бір саты төмендеді. Неге? Өйткені енді мысалы маған келіп бір әке шешесін жамандаған, өзінің сестрасын, жаңағы ағасын, інісін жамандаған адам, мен оңайшылықпен сыйлай қоймаймын ол адамды. Абыройдан жұрдай болады ол адам. Бұл дүниеге әкелген қандай да болса да әкесі мен шешесін жамандаған адамнан не күтесіз, не жақсылық күтесіз одан. Тура сол сияқты, құрметті партнерлар. Тура сол сияқты, мына біздің бизнеста, сетевой бизнеста спонсорская линия, енді былай енді салыстыруға келетін болса, осыны параллель өткізсек, бұл бизнестағы бір әке шешеңіз сияқты болады да, бұл адамдар. Әке шешеңіз сияқты. Неге? Өйткені осы бизнесқа әкеліп, осы бизнеспен таныстырып, сізге алғаш қадамыңызды жасауға бірден септігін тигізген, себепші болған адамдар солар. Артынан көмектесті ма, көмектеспеді ма, мықты лидер ма, емес па, ол бөлек вопрос. Біз бұл адамдарға осы жақсылықты істегені үшін ғана не істеуіміз керек? Шүкіршілігімізді жасауымыз керекпіз. Осы жақсылықты жасағандары үшін ғана, себепші болған үшін ғана не істеуіміз керек? Ол кісілерді сыйлай білуіміз керекпіз. Хотя бы жамандамауымыз керекпіз. Егер даже сізге кішкене былай енді адам әртүрлі ғой, зияны жаман жағы тиіп қалған болса да, хотя бы жамандамаңыз. Хотя бы жамандамаңыз. Бірақ бізде өткенде промоушн деген сабақ болды, өздеріңізде болса. Яғни өзінің спонсорына промоушн бере алатын адам қашанда дамиды, өседі, өркендейді. Ал егер қоя беріңіз жақсы айту өзінің спонсорды, сіз еще тем более жаман айтсаңыз, ол жаманның ішінде еще өтірік болса, Алла сақтасын мұндай. Бұның бәрі ешқашанда жақсылыққа апармайды, құрметті партнерлар. Бұның бәрі перекрещивание, яғни сетевой маркетинг тілімен бұның бәрін перекрещивание деп айтады. Психологияда, дінде, яғни өзіміздің салт дәстүрімізде, қазақ тілінде ол басқаша айтылады. Бірақ
мен сізге қазір бұны неймен сетевой бизнес аумағында жағынан айтып тұрмын. Перекрещивание деген осы. Ешқашанда құрметті партнерлар, өзіңіздің лидеріңізбен, өзіңіздің жаңағы неме тағы спонсорыңызбен, бір жоғарғы спонсорыңызбен перекрещивание жасамаңыз. А бұның үлкен бір өкінішке орай себебі сол параллельный линиядағы серіктестермен, партнерлармен чересчур, орысша айтқанда субординация дейміз ғой. Сол субординацияны сақтамаған кезде, былай екі ауыз тілмен айтқанда, сөздеріңіз жараспай кетеді. Слишком жақындап кетесіз да, тым артық. Жақындап кетесіз да, айтылмайтын нәрсені айтып қоясыз. Болмайтын қалжыңдар кетіп қалады. Артық сөздер айтылады. Одан кейін жаңа айтқандағындай бизнесіңіздағы сыр болып сақталатын нәрселерді артығымен айтып қоясыз. Бұның бәрі өкінішке орай осындай үлкен негативтік нәтижелерге алып келу әбден ықтимал. Сондықтан да перекрещивание жасамайық. Кішкене уақытымызда толыңқырап қапты, құрметті партнерлар. Бүгінгі енді былай қорытындылайтын болсақ, перекрещивание дегеніміз не? Партнеріңіз, яғни маңайыңыздағы бизнес туралы, өнім туралы не істеу керек? Біз негатив айтпауымыз керек. Өсек айтпауымыз керекпіз. Жала жаппауымыз керекпіз. Шағымдана бермеуіміз керекпіз. Жоқ, мен сіздерге айтпаймын, мүлдем бір қателіктер түзет. Шағым болса, ол өте конструктивті шағым болу керек. Ол проблеманы шешетін ұсыныстармен айтылу керек. Мен мысалы шағымдану, жай өсектеу мақсатында шағымданатын адамдармен бір проблеманы шешуге арнайы шағымды мен мысалы екі түрлі былай бөлемін. Егер де бір адам келіп, ой, мынау сайт істемей тұр ғой, не мынау, қашан болады ол, деп претензиямен шағымданып тұрса, бұл көбіне жаңағыдай жамандау, бір сынау мақсатымен айтылған шағым. Қашанда сіз шағымның артынан өзіңіз ұсыныс жасасаңыз, мысалы, складта продукция бітіп қапты, магний водород жоқ. Мысалы, көп адамдар, не сұмдық, продукция қашан болады? Бұл, яғни сынау, жамандау мақсатымен айтылған нәрсе. Қашанда біз, құрметті партнерлар, қазіргі таңда офисте, мысалы складта, Астана складында делік, магний водород таусылып қалыпты. Ондай болып тұрады. Біз қазір бұны бастықтарға айттық, тез арада бұл вопрос шешіледі. Кішкене сабыр сақтайық, бір-екі күнде бұл вопрос шешіліп қалады деп шағым айтсаңыз, не болады? Бұл сынау, жамандау мақсатында айтылған шағым емес, бұл проблеманы үлкен кісі ретінде қабылдап, жауапкершілікті алып, яғни сабырлыққа шақырып, жақсылыққа шақырып, бұл проблеманы шешу жолындағы жасалған шағым. Осылай бұл шағым деген. Енді тағы да айтқандағындай перекрещивание, жаңа өзіңіз жақын туыстарыңызбен, бизнеске қатысы жоқ адамдармен ешкіммен дауласпай қойыңыз, ештеңе дәлелдеп қажет жоқ. Уақытысы келмеген адаммен бір нәрсе дәлелдеп өз құндылығыңызды төмендетпеңіз. Екіншісі, партнеріңізбен перекрещивание жасамаңыз, негативті партнерға түсірмеңіз. Партнеріңіздің алдында жаман хабарлар, бір негативті нәрселерді талқыламаңыз. Спонсорыңызбен, яғни спонсорыңыз бірдеңе тапсырды ма, айтты ма, бірге дейді ма, әрдайым бірге болуға тырысыңыз. Оны ұятқа қалдырмауға, тапсырған нәрселерін уақытысымен орындауға, сонымен біруге. Ешқашанда дауласпаңыз, ренжіспеңіз. Бір кейде болады енді, неше түрлі оқиға өмірде енді неше түрлі болады ғой.
Қашан да бір дауласып, ұрысып, айғайласып, бір боқтасып кеткің келсе, өзіңізді ұстай біліңіз. Бұның бәрі перекрещивание. Лидеріңізбен, мысалы да, кейде болады лидерларыңызды көп жиі көре алмайсыз, ол кісі кішкене занят, мысалы, иә. Сол туралы жаман ойламаңыз. Ойбай, ол адам танымайды ол уже, бізбен араласпайды деп, жан жағыңызға бұны өсектеп, иә, жаман ойлаудан аулақ болыңыз. Ең біріншісі жаңа айтып кеткен өз-өзіңізбен перекрещивание. Өз-өзіңізбен перекрещивание. Яғни не болды? Қашанда өзіңіз туралы жаман ойламаңыз. Қолыңыздан келеді, істей аласыз. Басқа біреумен салыстырып, иә, өз деңгейіңізді төмендетіп, самооценкамен ценностьті жоғалтпаңыз, түсірмеңіз. Ой, анау істеп жатыр, менде болмайды, анау болады, мынау болмайды деп өз-өзіңізді құнсыздандырмаңыздар, құрметті партнерлар. Және ең соңғысы параллельный линия, яғни сізге қатысы жоқ, сіздің структураңыздағы емес адамдармен отырып алып, иә, бір өмір бақи бірге болған адам сияқты шайды ішіп, өсектеп, бәрін жамандап, одан ең жаманы өзіңіздің структураңыздағы болған нәрселерді жайып салып, жақсы да жаман жаңалықтар жайып салып, айтқаннан ешқандай пайда тимейді сізге. Не сізге зияны тиеді, не оған зияны тиеді. Неге? Өйткені бұл перекрещенің бәрі, партнерлар, бір жала жабуға итермелейді. Мотивацияны түсіріп жіберуі мүмкін, самооценканы түсіріп жіберуі мүмкін, ондай нәрселер. Перекрещивание деген нәрселер. Бұның бәрі өкінішке орай бизнесті құлдыратады. Қалай сізді, маңайыңызды сондай жағымсыз бір нәтижеге алып келуі мүмкін. Өздеріңіз көріп жатсыздар ғой. Ұрысып, дауласып, ренжісіп жатқан қатары көп адамдар. Ондайға бармаңыздар. Осы құрметті партнерлар, бүгінгі менің жаңағы оқыту мектебім тақырыбы перекрещивание, оны туралы айтып кеттім қазақ тілінде. Міне 1 сағаттай уақытымыз толды. Осымен бүгінгі сабағымыз тамам. Міндетті түрде жазбасы болады, бұны YouTube-қа саламын, сілтемесін жіберемін. Қазақ тілді аудиторияларыңыз болса, бұл сілтемемен бөлісіп, менің YouTube, Instagram, TikTok, барлық әлеуметтік желілердегі парақшаларыма жазылып алыңыздар. Өте құнды, жақсы, пайдалы ақпаратпен бөлісіп отырамын. Бұның бәрін, құрметті партнерлар, мақсат айтты деп емес, өз бизнесімді дөңгелетуім керек, бұл маған керек деп жауапкершілікті өзіңізге алып, авторлық позиция тұрғысынан бизнесіңізге көзқараспен, сондай көзқараспен, жауапкершілікпен келсеңіз, бизнесіңіз дөңгелеп, дами береді. Сол, құрметті партнерлар, келесі кездескенше қош саламатта болайық. Бизнестеріңіз дами берсін, партнерларыңыз көп болсын, бай болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Дандалайын алға, келесі кездескенше қош саламатта болайық.